Сәлем достар, бүгін біз бауыр тортын пісіретін боламыз. Осындай әдемі әрі дәмді болып шығады. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бауырды блендердің көмегімен езіп аламыз. Егер де сіздерде блендер жоқ болған жағдайда ет тартқышпен тартсаңыздар болады. Мінекей әдемі болып езілді. Енді тұзымызды, сұйық майды және де жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырамыз. Қыздар, осы видеоның астында толық құрамын жазып кеттім. Сол жерден көрсеңіздер болады. Енді сүтімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Сосын ұнымызды електен өткізіп, жаймендеп қосып шығамыз. Түйіршік қалдырмай, блендердің көмегімен езіп шығамыз. Мінекей қыздар, бізде осындай әдемі массамыз дайын болды. Блинчиктерді пісіре беруге болады. Блинчиктер піскенше біз сәбізбен жуаны қуырып аламыз. Оны суытуға қойып қоямыз. Енді табаны майлап, біртіндеп блинчиктерімізді пісіріп шығамыз. Біздің блинчиктеріміз піскенше суға бір жұмыртқаны қайнатып қоямыз. Өйткені бізге бетін әрлеуге және де әдемі етіп шығуға керек болады. Мінекей біздің блинчиктеріміз дайын болды. Менде 12 штук шықты. Енді майдалап туралған чеснокқа майонезді араластырып қоямыз. Енді біртіндеп біздің бауыр тортымызды жинай бастаймыз. Ең бірінші блинчикті қойып, оның үстіне майонезді жағып шығамыз. Сосын қуырылған сәбізбен жуамызды қойып, осылай каждый слойдың үстіне осылай жағып шығамыз. Мінекей біздің бауыр тортымыз жиналды. Енді оның үстіне жаңағы піскен жұмыртқаның ағын теркадан өткізіп, осылай әдемі етіп вилканың көмегімен жазып шығамыз. Оның үстіне жұмыртқаның сарысын теркадан өткіземіз. Осындай етіп әдемі қылып әсемдейміз. Және де оны ары қарай түрлендіру үшін сіздерге укроп керек болады. Менде осындай кептірілген укроп болғандықтан укроппен зелень қосып шықтым. Осымен біздің бауыр тортымыз дайын. Жоғарыдағы қоңыраушаны басып, тіркеліп қойыңыздар. Және де лайк и комментарий күтемін. Сіздерге де осылай бауыр тортын істеп көруге кеңес беремін.